أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قالوا منين Бүгін біз Мунаббихат истиъдад ли-яумил маъад атты Ибн Хаджар Асқаланидың кітабын келген жерден жалғастырамыз. Ан баъд аз-зухад азнабу занбан ва хува ядхаку фа инна Аллаха юдхилухул нара ва хува юбки ва ман ата'a وهو يبكي فإن الله يدخله الجنة وهو يضحك. Кейбір тақуа зәһид болған ғалымдардан мынадай бір сөз жетеді. Кімде-кім бұл дүниеде жүрген кезінде Алла Тағала тыйым салған күнәларды күліп жүріп істейтін болса, ол адамды Алла Тағала тозақ отына жылатып жүріп кіргізеді дейді. Ал кімде-кім Алла Тағала бұйырған амалдарына бұл дүниеде жылап жүріп, ғибадат қылып, құлшылық қылып, Алланың бұйрығын орындаса, қияметте Алла Тағала оны өзінің жәннатына күлдіріп отырып кіргізеді дейді. Яғни адам бұл дүниеде жүрген кезімізде бұл дүние сынақ болғандықтан біз бұл дүниеде әрбір амалды, Алла Тағала бұйырған әрбір амалды дұрыс жағынан пайдаланып, және соны біз шынайы ықыласпен, сондай бір хушуъпен орындауымыз керек болады. Өйткені бұл істеп отқан амалымыз біреу үшін емес, әрине бұл Алла үшін, қияметте өзіміздің алдымыздан жарылқауы үшін ғана болатын дүние. Сондықтан да күнәнің үлкені кішісі деп қаралмайды, сауаптың үлкені кішісі деп қаралмайды. Әрбір нәрседе қандай жерде сауап бар, сол нәрсеге үлкен кіші деместен сол сауапқа адам ынталану керек, соған талпыну керек, соны істеуге әрекет жасау керек. Қай жерде күнә бар, үлкен кішкентай деп қарамай, ол күнәдан адам өзін аулақ ұстау керек, өзін ол жерге жақындатпау керек. Мына ғалымның айтып тұрған сөзінде де бұл дүниеде күнәларды қазір күліп жүріп, сондай бір нәпсі құмарлыққа салынып істеп жатқан болса, қияметке барған кезінде сол істеген амалдары өзімен бірге тозақ қалып кетеді. Ал кімде-кім бұл дүниеде барлық нәрседен тыйылып, қиын болса да нәпсісін жеңіп, көзіне жас алып, Алла үшін дұға жасап, Алла үшін ғибадатын қылған адам қияметте Алла Тағала сол істеген амалдарын алдынан шапағатшы етіп, қияметте жәннатқа кіргізеді. Әрине жәннатқа кіру бұл әрбір мұсылманның арманы. Міне сол жәннатқа кіріп отқан кезінде әлгі адамның қуанышы сол кезде болады дейді. Міне тағы да бір хукамалардан жеткен сөзде, яғни даналардан мынадай бір сөз жетеді. Ла тахқиру аз-зунуба ас-сигар фа иннаха таншаибу минха аз-зунуба ал-кибар. Кішкентай күнәларға салғырт қарамауымыз керек. Өйткені әрбір үлкен күнә ол кішкентай күнәлардан басталады дейді. Расында да мына күнә кішкентай қой, іштен кетпес, кешіріп кетеді ғой деген ойдан сақ болуымыз керек. Өйткені күнәлар жиналып, ол үлкен күнәға айналады. Тіпті ғалымдарымыз айтады, макрух болған амалдар бар, сондай Алла Тағала жек көрген амалдар, сол амалдың өзінен адам тыйылу керек дейді. Өйткені макрух амалды жай салғырт қарап, макрух қой деп істей беру, ол күндердің күнде ол адам үшін сол амал харамға айналады деді. Мына күнәларды да, кішкентай күнә ғой, кешіріле қояды ғой, кешіре салады ғой. Алла Тағала пайғамбар хадисте де айтты, Құранда да айтқан нәрселер бар емес пе? Мұсылман адамның күнәсі теңіздің көбігіндей болса да Алла кешіреді ғой деген ниетпен істей беретін күнә, ертең Алланың алдына барған кезінде Алла ол адамды сол күнәларының себебінен қатты азабына салуы әбден мүмкін. Өйткені бұған бірден бір дәлел ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан хадисі
Айша анамыз айтады: "Я Расулалла, сенің алдыңғы және кейінгі күнәларың кешірілмеді ме?" деген кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мен шүкір етушілерден болсам болмай ма?" деді. "Я Расулалла, сонда қияметте сіз де сұраласыз ба?" деген кезінде, сізде мына намаздарыңыз көмек бермейді ма деген кезінде, Айша анамыз айтады: "Алла тағаланың мейірімі болмаса, менің де намазым, оразам ол қияметте ешқандай көмек ете алмайды" деді. Мына сонда да бұл дүниеде жүріп намаз оқып жатырмын деп кейде адамдардың сондай бір іс-әрекеттері адамға бір реніш келтіреді бір-бірімізге. Намаз оқып жатырмын, ораза ұстап жатырмын деп жәннатты алып алған секілді, жәннатқа уже кіріп кеткен адам секілді жүреміз. Негізінде тіпті ондай нәрсе емес. Сен қанша жыл құлшылық қыл, қанша жыл ғибадат қыл, қанша жыл ораза ұста, қанша нәрсе зекет, садақаңды бер, бәлкім сол дүниенің барлығы Алла қабыл ете алады. Қашан? Сол Алла Тағаланың саған қияметте мейірімі түскен кезде ғана. Ал егер Алла Тағаланың қияметте мейірімі түспесе, сол істеген құлшылығың, ғибадатың барлығы тектен текке көкке ұшады. Сол үшін де біз әрдайым Алланың рахметін сұраймыз. Алланың әділдік сипатына салатын болсақ, ешбіріміз Алланың тозағынан құтыла алмаймыз дейді. Алла Тағала баршамызға жеңілдік беріп, құлшылығымызда шынайылық, ықыласпен өткізуді нәсіп етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: "Ла сағирата ма'ал исрар, вал кабира ма'ал истигфар." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Қайта-қайта істелген күнә кішкентай болмас." Яғни қайта-қайта күнәні істей берсең, ол кішірейіп кетпейді дейді. Бәлкім ол көбейе беруі мүмкін дейді. Ал жарылқау тілеген күнә үлкен болмас. Әрдайым біз бір күнә істедік па, айтады ғой, күнә істеген күнәңді Алла Тағала кешіреді. Бізге Алла Тағала сондай бұл дүниеде бір мейірімін төгіп қойған. Адам егер күнә істесе, кішкентай күнәлардан, ол адамның намазға келген кезінде, мешітке қарай намазға жолға шықса, оң аяғын басқан несіменен, қадаммен сауап жазылса, сол аяғымен оның күнәлары кешіріліп жатады деген риуаяттар бар. Және ол адамның бір намаз бен екінші намаздың ортасындағы жасалған күнәларын Алла Тағала кешіреді деді. Тағы да бір риуаятта келеді: жұма мен жұманың арасындағы күнәлар Алла Тағала кешіреді деді, кішкене күнәлар деді. Міне сондай мейірімі төгілген. Бірақ адам сол нәрсенің өзін елемей күнәларды істей беретін болса, ол кішкентай емес, бәлкім ол үлкенге айналады деді. Ал әрдайым кешірім тілеп, Алладан истигфар деп: "Я Раббым, мен осындай нәрседе қателесіп кеттім. Я Раббым, мені кешіре көр" деп тәубесіне келіп, тәубесін тілеп, жаңағыдай істеген ісіне өкініп отыратын болса, ол күнә үлкен болмас. Яғни Алла Тағала ол күнәні кешіріп жіберер дейді. Сондықтан да бізде ғалымдарымыз екіге бөліп қараған: үлкен күнә, кішкентай күнә дейді. Осы үлкен күнәларды Алла Тағала алдында тәубе етуіміз керек болады. "Я Раббым, екінші осы іске бармайым." Ал кішкентай күнә ол сен білмеген халде болған болатын күнәлар болуы да әбден мүмкін. Бірақ ол үшін әрдайым тәубеде, истигфарда болуымыз керек екен. Әрдайым Алладан кешірім сұрауда болуымыз керек екен. Өйткені қияметте адамның бір күнәсінің өзі тозақ отына бір салып алған кезіндегі азабын тілмен айтып жеткізу, тіл ажыздық қылады дейді ғой, олайша айтқанда, тіл әлсіздік қылады, жеткізе алмайды дейді. Бір әшейін отқа салып алғандағы азапты айтуға тіл әлсіздік қылады дейді. Сондықтан да біз әрдайымда ісіміздің ертең қияметте оң жағынан көріну үшін, амал дәптеріміз оң тарапынан келу үшін тілімізде истигфар болуы керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінен түсінген нәрсеміз әрдайым истигфар тілеп жүру, әрдайым Алладан кешірім сұрап тәубе етіп жүру керек екендігін түсіндік. Қиыл хаммул арифи ас-сана ва хамму захид ад-дуа лианна хамму ал-арифи раббуху ва хамму захид нафсуху. Тағы да бір риуаяттарда келтіреді, немесе бір ғалымдардың бір сөзінде келеді: Алланы танушының бар қамы Алланы мадақтау болса, захид, тақуа болған, Алла үшін тақуа болған адамның мұңы
ол дұғада дейді. Оның себебін айтқан кезінде Алланы танушының бар мұңы ол Раббысы, тақуаның бар мұңы ол жеке басы деді. Жалпы адам сондай бір Алла үшін, Алланы танып білген құл үшін оның бәрі білген, я Раббым өзіңді бір көру, нығметін бөлеші деп жылайды дейді. Алланың нығметін көру ол екінің біріне нәсіп етпейді. Кейбір біздің уағызымызда, сабағымызда өткен болатымыз, Абдулла ибн Мактум жайында бір дәрісімізде өткен болатымыз. Ең алғашқы Алла Тағаланы көруші Абдулла ибн Мактум деген сахаба болады деп. Яғни бұл деген сөз ең ұлы нығмет. Алла Тағаланың көру нығметі кімге бұйырса, одан артық адамға бір бақыт, одан артық үлкен нәрсе жоқ деген. Міне, сонда айтады, хаммул арифи деген сөз білгір, яғни ғалым адам үшін оның барлық несі арманы Алла Тағаланы көру. Өйткені ол сол Аллаға жету үшін де Алла Тағаланы азаннан кешке шейін мадақтауда, мақтауда, зікірде болады екен дейді. Ал тақуа адамы дейді, захи тақуа. Енді бұл жердегі тақуасы адамның оның мұңы ол дұға дейді. Я Раббым деп жаңағыдай жалбарынып дұға жасайды дейді. Оның себептеріне келетін болса, әлгісі мақтау айтып жатыр Аллаға, екіншісі дұға жасап жатыр. Бұның себебі не десе, өйткені Алланың танушы ғалымның бар арманы Раббысын көру болса, ал тақуа адамның бар арманы ол жеке басының бұл дүниедегі қияметтегі есеп қисапқа келген кезінде тозақтың отынан құтылып жәннатқа кіру болады екен. Әрине баршамыздың арманымыз тозақтан құтылып жәннатқа кіру, дегенмен де екі ғалымның да ұстанған ұстанымы өте жақсы нәрсе. Алла Тағала баршаларымызға Алланың дидарын көруді баршамызға нәсіп етсін. Алла Тағала да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасында Каусар бұлағынан сусындауды баршамызға нәсіп етсін. Абу Бәкір Сиддиқтан жеткен бір риуаятта келтіреді. Алла Тағала Құр'ан-ы Кәрімде бүйтіп айтты: "Захарал фасаду фил барри вал бахри" деген аятты оқыды. Яғни Алла Тағала Құр'ан-ы Кәрімде адамдардың істеген істері себебінен құрлықта да теңізде де бүлінушілік шықты деп айтты дейді. Захарал фасад, яғни бүлінушілік, жамандық басталды дейді. Фил бирри, құрлықта, вал бахри, яғни теңізде деді. Қалал бар хуа лисан ва хуал бахр ва хуал қалб. Енді осы жерде тәпсіріне келген кезінде айтады, бұл жердегі құрлық деп нені айтып тұрсыз деген кезде, құрлық деп ол тілді айтамыз деді. Ал теңіз деп нені айтқыңыз келіп тұр деген кезде, теңіз деп ол жүректі айтамыз деді. Фаиза фасада лисан бакат алейхи нуфус. Егер де тіл бұзылатын болса, нәпсілер жылайды. Ваиза фасадал қалб, ал егер жүрек бұзылатын болса, бакат алейхи малаика. Онда оған періштелер жылайды деді. Бұл жерден түсінетін нәрсеміз не? Ғалымдар мынандай сөзді келтіреді, мысалды келтіреді. Жаңағы тілді құрлық деп берді, жүректі теңіз деп берді. Ғалымдар айтқан, жүректі біз бір хаут деп алсақ деді. Хаут деген сөз біздің тілімізде айтқанда бассейн. Сол хауттың жан-жанынан су ағып жатыр дейді. 10 жақтан, 10 крайниктен су ағып тұрса, соның біреуінен таза емес лас су ағып жатыр дейді. Яғни 9 судан таза су, 9 крайниктен, бір крайниктен лас су ағып жатыр дейді. Егер сол лас су бәрін бірге тоқтатты, судың барлығын бір мезетте ашып, бәрін бір мезетте жапқан болса, судың үкімі не болды? Судың үкімі лас болды, лайқа болды дейді. Не үшін бір крайник 9 нәрсен басып кетті? Өйткені адамның да жүрегі сондай нәрсе дейді. Әлгі хаут секілді. Сен тілің барлық намаз оқисың, ораза ұстайсың, Құран оқисың, бірақ тіліңмен ғайбат айта беретін болсаң, жүректі ластайсың деді. Ал барлық істейсің, көзіңмен саған харам етілген нәрсеге қарайтын болсаң, сен жүрегіңді ластайсың деді. Ал барлығың жақсы бола тұра, тіпті өзіңнің нәпсіңе еріп беріп қойып отыратын болсаң, онда сен жүрегіңді ластайсың деді. Бұл деген дүние әрине шариғатымыз қайтарған амалдардан екен. Сонда Абу Бәкір Сиддиқ айтады: "Захарал фасад
фил барри вал бахри деген аяттың тәпсіріне қарайды. Захрал фасад. Фасад бүлінушілік лас басталды дейді, көріне бастайды. Құрғақшылықта да, теңізде де. Құрғақшылық деген сөзіміздің мағынасы тіл деп берді. Теңіз деген сөздің мағынасын ол кім не беріп берді? Теңіз деп берді. Жана жүрек деп берді. Енді осы жүректің бұзылуы ол әрине біздің амалымызға байланысты екен. Егер тіл бұзылатын болса, адамдар жылатып қоясың. Тілің бұзылса, тіліңнен лас сөз шықса, біреуді ғайбаттайсың, өтірік айтасың, біреуге жала жабасың, біреуді боқтайсың, жалпы адамның нәпсісін жаралайсың. Бұл тіл бұзылса, адамдар жылатасың. Ал адам жылайды ғой, бірақ періштелер жылайтын дүние егер жүрегің бұзылса деді. Сондықтан да барлық нәрсені Алла Тағала бәрін бір жерге байлап қойған. Жүрегің, тілің бұзылса, онда сенің жүрегің бұзылды деген сөз. Сен бір нәрседе де тілің бұзылды деген сөз, болды, сен барлығын адамды да жылатып атсың, сонымен қоса періштелерді де жылатып атсың деген дүние. Мәселе бұл жердегі тікелей мағынасындағы періштелердің көзінен жасап жылайды деген сөз емес, періштелердің лағынеті болады деген сөзді білдіреді. Қила инна шахуа. Қил инна шахуата тусайру ал-мулук абидан ва сабру ат-тусайру ал-абид الملوكا ألا ترى إلى قصة يوسف وزليخا. Тағы да мынандай бір сөздер айтылады. Нәпсі құмарлық ол патшаларды құл етеді. Ал сабырлық құлдарды патша етеді. Юсуф алейхиссалам мен Злиханың қиссасы бұған айқын дәлел емес пе дейді. Сонда біле тұрған нәрсеміз, нәпсінің құмарлығына салып кеткен қандай патша болсын, ол адам нәпсі құмарлығына берілгендігі үшін дәрежесі төмендей береді деді. Ал бір құл бар, не нәрсе болмасын, Алланың алдында сабыр қылып, сабырлыққа жеткісі келіп, қой, Алланың рахметін алғым келеді. Жаңағыдай барлық нәрсеге сабыр қылайын, Алла Тағала бұл дүниені уақытша берді ғой деп, сондай бір қиыншылық болса да сабыр қылатын болса, Алла Тағала оның дәрежесін көтеріп қояды. Юсуф алейхиссалам мен Злиханың оқиғасы бұған дәлел емес пе дейді. Ялпы Юсуф алейхиссаламды білесіздер, өзі бауырларының көремаушылығынан, қызғанышынан бауырлары Юсуф алейхиссаламға қастандық ұйымдастырып, Юсуф алейхиссаламды құдыққа тастап кеткен болатын. Әрине оны қиссасында Құранда да баяндайды. Юсуфты өлтіреміз дейді. Оны өлтірмейміз деп қасында қарсы шығады. Сөйтіп жүрген кезде өлтірмей оны құдыққа тастап кетеді. Енді бір керуен келіп құдықтан суалайын десе, шелектен Юсуф алейхиссалам ілініп шығады. Юсуф алейхиссаламды алып барып оны құлдыққа нағылып, жаңағыдай Мысыр еліне сатып жібереді. Мысыр еліне сатылған Юсуф алейхиссалам сол жерде өте көрікті, өте әдемі болып, бір перзенті үйге бір перзент болып келеді. Содан сол жерде тәрбиеленіп, патшаның үйінде тәрбиеленіп, Юсуф алейхиссалам өте бір байсалды, керемет, сұлу, әдемі жігіт болып өседі. Және оған Алла Тағала тарапынан пайғамбарлық жіберілген болады. Осы кезде сол патшаның әйелі Юсуфқа ғашық болып қалады. Юсуф алейхиссаламға қаншама жалалар жабылды. Соның бірінде айтады, Юсуф алейхиссаламды бөлмесіне кіргізіп алып, 12 есік жабылғанда, Алла Тағала Құран кәрімде де айтады, есіктер жабылған кезінде Юсуф алейхиссаламға осы нәрсені айтады. Хай тәләк дейді. Хай тәләк деген сөз, қаны кел деген сөз. Осы нәрсе айтылады. Юсуф алейхиссалам Алладан қорқам дейді. Әлгі әйел Злиха Юсуфты қолаған кезінде, Юсуф алейхиссалам қашқан кезінде, Злиханың қолы Юсуф алейхиссаламның артқы жағының көйлегіне тиеді. И артынан жырт жүреді. Сол кезде есіктің алдынан әлгі Злиханың күйеуі, патша, сол елдің патшасы келіп қалады. Злиха не істерін білмей айтып жіберген болатын. Мені мына Юсуф зорламақшы болды, мені бүйтпекші болды, сөйтпекші болды дейді. Енді патша не істерін білмей Юсуфты зынданға салуын алады. Юсуф алейхиссалам зынданға түседі. Осы кезде ғалымдар сол жерде қасындағы көмекшілер айтады. Кім істегенін білуің үшін дейді. Егер киім алдынан жыртылса, онда Юсуф зорламақшы болғаны дейді. Ал киім артынан жыртылған болса, онда ол Юсуфқа бір не істеген болатын еді дейді. Жаңағыдай Юсуфқа қастандық жасады дейді. Өйткені Юсуф қашқан кезінде киім ұстап артынан жыртып жүрген болатын еді. Осы арада Юсуфтың дұрыс екенін біледі.
Зылихаға қасындағылар сен неге бұны іске бардың деген кезінде мен сендерге көрсетемін деп қолдарына бір апельсин және бір кішкентай пышақ береді әйелдерге. Сол кезде Юсуф алейхиссаламға кіру жайында бұйырылады. Юсуф кір дейді. Юсуф алейхиссалам кірген кезінде әлгі әйелдер Юсуф алейхиссаламның әдемілігінен тамсанған кезінде өздерінің қолдарын өздері кесіп жібереді. Сонда олар айтатын өзі, бұл қандай ғажайып адам, бұл не періште ме еді деп жаңағыдай тамсанып қалады. Бұл оқиғадан білетін нәрсеміз, Юсуф алейхиссалам осындай қиыншылыққа сабыр қылды, осындай нәрсеге сабыр қылып жала жабылса да, оны зынданға салып қинаса да, басқа қылса да, Юсуф алейхиссалам шыдады. Соңында Юсуф алейхиссалам сол елдің патшасына, басшысына айналды. Міне, сондықтан да бізде де әрдайымда сабырлық қылуымыз керек. Қазақта да жақсы сөз бар ғой, сабыр түбі сары алтын дейді. Әрқашан сабыр етсең, Алла Тағала бізге бәрін береді. Ал сабыр қыла алмай, жаңағыдай кез келген нәрсені мен шешіп тастай салам, мен қазір бүйтіп тастай салам деген асығыстықпен істелінетін болса, оның түбі бір жақсылыққа алып келмейді. Ол әрине қателікке бой алдырады. Сондықтан да әрдайымда пайғамбарымыз Алла Тағала Құран кәрімде айтқан аятын оқимыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлаха мa'ас-сабирин. Алла Тағала сабырлылармен бірге. Екінші бір айтады. Инналлаха юхиббус-сабирин. Алла Тағала сабырлыларды, сабыр етушілерді жақсы көреді дейді. Сондықтан да Алла Тағала баршаларымызға Алланың жолында, Алланың дінінде сабыр етуімізді нәсіп етсін. Ва ахири дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.